Армысыздар. Менің қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытып келе жатқаныма 20 жыл болыпты. Еңбек жолында ауылда бастадым, одан кейін қалада қызмет еттім. Шетелдіктердің 3-5 жыл сайын жұмыс орнын ауыстыру деген пікірімен мен келісемін. Сондықтан кейін Республикалық физика-математика мектебінде, одан кейін халықаралық Әлібери Астана Мирас мектептерінде қызмет еттім. Ондағы негізгі мақсатым ол тәжірибе жинау болатынның. Солайша міне соңғы 6 жыл мен экономикалық лицейде қызмет етіп келе жатырмын. Нені оқыту керекпін? Осы сұраққа мына бір оқиғадан кейін толық жауап таптым. Қайбір жылы Атажұрт халықаралық қазақ тілі олимпиадасын ұйымдастыруға атсалыстым. Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия, Моңғолия, Қытай, Германия, Франция елдерінен балалар Қазақстанның университеттерінің гранттарын ұтып алуға келді. Біз балаларды пойыздан қарсы алуға бардық. Сонда Өзбекстаннан келген қазақ баласы пойыздан түсісімен намазда ракат жасағандай жерге тізерлеп отыра кетіп, басын жерге тигізді. Маған сол сәтте жерді сүйгендей болып көрінді. Дәл сол сәтте мен шетелде жүрген қазақ балаларының ата-бабасының мекенін қалай аңсайтынын түсіндім. Нені оқыту керектігімді түсіндім. Қойға шапқан қасқырдай қазақ тілін оқытуға көштім. Осылайша міне мынандай карточкалар пайда болды. Мұндай карточкалар 1-ші сыныптан бастап 8-ші сыныпқа дейін жасалған. Адам баласы көрген дүниесінің 70%-ын есте сақтап қалады екен. Сондықтан тілді оқытуда да суреттерді қолдану керек деп шештім. Осылайша мемлекеттік бағдарламада 1-ші сыныптан бастап 8-ші сыныпқа дейін үйренуге міндеттелген жаңа сөздердің барлығына суреттер тауып, соны ойындарда қолдандым. Екінші тілді оқытудың тағы бір жаңа тиімді жолы ол ән арқылы оқыту. Мына жинақта 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші және 9-ші сыныптарға арналған өлеңдер бар. Бұл өлеңдерде мемлекеттік стандартта берілген жаңа сөздер әр бөлім бойынша арнайы осы әндерге енгізілген. Өлеңдерді топтың барлық оқушылар жаппай жаттап алу үшін сабақ үстінде таза тақта әдісін қолданып барлығына меңгерткіздірдім. Бұл жерде аталмыш әдісті жетілдіріп, әр қайталанғаннан кейін бір сөз жай ғана жоғалып отырмайды, суретпен алмасып отырады. Сонда оқушыларға жаңа сөздерді естеріне сақтап қалу да оңайға түсті. Осы сияқты 5-ші сыныпқа жазған материалдарымды Білімленд порталы электрондық ресурс ретінде қолданысқа енгізді. Осы ретпен 2-ші, 4-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші сыныптарға да оқулық жазып, 6-ші сыныптың оқулығына Ыбырай Алтынсарин атындағы Ғылым академиясы республикалық деңгейде онлайн презентация жасады. 7-ші сыныпқа жазған оқулығым авторлық бағдарламалар конкурсында республикалық деңгейде 1-ші орынды жеңіп алды. 6-шы, 7-ші, 8-ші сынып оқулықтары Павлодар қаласының нөмір 39-шы эксперименттік мектебінде апробациядан өтті. Менің бақытыма орай бірнеше оқулық жазу бұйырыпты. Оның біріншісін Алматы кітап баспасы бастырып шығарды. Бір талай оқушылар мектепті аяқтап, бір қатары шетел асып кетті. Америкада оқып жатқан оқушылармен 1,5 жыл бұрын Қашғари KZ жобасын бастадық. Қашғари KZ бұл Cambridge Dictionary, Яндекс Translate және басқа сөздіктердің үздік функцияларын бірге қамтыған еңбек. Қашғари KZ сөздігіне оқу бөлімі де жүктелген. Бұл жерде ол бірнеше бөлімшелерден тұрады. Бұл тіл үйренушілердің тілді үйренуін жеделдетеді деп сенеміз, себебі мәтінді оқып отырып қандай да бір сөзді білмейтін болса, және де сол сөздің үстінен басса, оң жақта терезеде ол сөздің аудармасы, дыбысталуы, мысалдары және басқа дүниелер шығады. Жасанды интеллект жасаған суреттері, сөздің қолданылу жиілігі, флеш карточкалары, кликабельділігі, тағы басқалары беріледі. Басқа тілге байланбағандықтан кальканың таратылуына жол берілмейді. Қазіргі таңда сөздікке 5000 қазақ сөзі енгізілді. Ғаламторға жүктелді. Келесі жылы 8000 сөз жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл ауқымды жобаларымның бірі. Ұрпақ жоқта арманың арман емес, тарланың тарлан емес. Өйткені ұрпақ тағдырынан маңызды бізге дейін ештеңе болған емес және бізден кейін де болмақ емес. Талай оқушыларды газет, журналдар арқылы насихаттап келдік. Олардың бір қатары кейін әлемді мойындатты. Бұл сұхбаттар елге танымал Балаби, Жұлдыздар отбасы сияқты журналдарда кезінде жарық көрді.
Сол сияқты өзімнің оқушыларым жазған материалдар да талай газет журналдарда жарық көрді. Оқушылармен жұмыс істеп, олардың өскенін, өзгергенін көрудің өзі үлкен бақыт. Адам өмірге бақытты болу үшін келеді. Дегенмен қазақтың 5 жасқа дейін хандай ұста, 15 жасқа дейін құлдай ұста, 15 жастан кейін досыңдай сана деген пікірімен келісемін. Талай оқушыларды конкурстарға қатыстырдық, дайындадық. Бірақ менің ерекше есімде қалғаны жыл оқушысы конкурсыны дайындау болды. Қайбір жылы маған мына оқушыны дайындайсыз деп міндеттеп қойды. Дайындадым, 3-ші орын алды. Келесі жылы тағы нақты бір оқушыны дайындауға тапсырма берді. Ол жылы 2-ші орын алды. 3-ші жылы жұмысқа келдімде, биыл мына оқушыны дайындаймын деп өзім таңдап алдым. Неге? Оның үштері бар, тәртібі де онша емес деген сияқты сөзбен мені ойымнан айнытқылары келді. Бірақ мен қарамадым, дайындадым. Ол оқушы сахнаға шыққанда залда отырған көрермен біткен құлай ғашық болғандай әсері болды. Күйіне еріп көңілдің, не жылап, не бір күлмесең, осынау нұрлы өмірдің қадірін мүлдем білмесең. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, еңбек жолымда түрлі ұлт өкілдерін домбыра шертіп үйреттім. Жалпы саны 40-тан асып жығылады. Оқушылардың ерекше ықыласының белгісі деп келесі дүниені айта аламын. Сабақтар ол кезде таңғы 8-де басталатын, ал оқушылар таңғы 7-де келіп 45 минут домбыра шертіп үйренетін. Ол балалардың кейбіреуі қазір үлкен сахнаға шықты, екеуі тіпті Англияны домбырамен таңғалдырып келді. Жас ұрпақ көбіне біреуге еліктейді. Олар кімдерді үлгі тұтады? Қазірде ел алдында жүрген адамдардың еңбектерімен танысқан бір басқа да, онымен кездесу бір басқа. Бұл ретте бір туар талант иесі Мұхтар Шаханов, екі қолсыз әлемді бағындырған Сиязбек Далиев, бастарын өлімге тігіп елімізді қорғаған соғыс ардагерлері, олимпиада чемпионы Илья Ильин, әлемнің пауэрлифтингтен 10 дүркін чемпионы Серік Нұрғалиев, дәстүрлі әнші Бекболат Тілеухан сияқты адамдармен оқушылардың кездесулерін ұйымдастырдық. Ұстаз бірнеше өнерді игерген дұрыс. Ол суретші, ақын, тіпті әртіс, спортшы болғаны дұрыс. Менің үстімдегі костюмді әкеме 1977 жылы арнайы тіккен. Әкем ауылдағы кішігірім топтың солисті болған, ән айтқан. Әрине, өнерге әркімнің ақ бар таласы. Бала кезімізден өз ауданымызда отбасымызбен танымал болдық. Мұғалім актер де, суретші де, шешен де болған абзал. Ұстаздық айтуға ғана оңай, әйтпесе азапты шаруа. Бірақ та сол азапты ізденістен ғана дұрыс бағыт шығуы мүмкін. Мен өзімнің бағытымның дұрыс екендігін кейін түсіндім. Сөз соңында оқушыларыма шексіз алғысымды білдіргім келеді. Сендердің оқуға деген ықыластарыңды, құрметтеріңді төмендетпей ұстап тұру үшін әрқашан ізденісте жүруге, әрқашан оқуға және оқытуға дайынмын. Себебі оқудың барлық жаныңмен, сусында білім нәрімен, сол үшін таудай мерейім, сол үшін бақыттымын мен.